Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода үй жағдайында шоколадты құрма дайындаймыз. Ораза айында әрдайым хит болатын, көздің жауын алатын бұл тәттіні барлығы сүйіп жейді. Үй жағдайында дайындап, барлығын таң қалдырыңыз. Бізге қажет ингредиенттер: меджол құрмасы, яғни королевский финики. Құрманың ішіне салуға бадам жаңғағын және грек жаңғағын қолданамын, ал қалған жаңғақтарды әсемдеу кезінде қолданамын. Ақ шоколад және қара шоколад қажет болады. Қаласаңыз сүтті шоколад қолдансаңыз болады, және аз ғана посыпка. Құрма және жаңғақтар жуылған және кептірілген. Ең алдымен құрманы ішіндегі сүйегінен тазалап аламыз. Қалауыңызша бадам немесе грек жаңғағын орналастырамыз. Әрине, кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыз болады. Мысалы, арахис, фисташка, кешью немесе жер жаңғақ, яғни лесной орех. Кейбір рецепттерде жаңғақтардан бөлек құрманың ішіне нутелла, арахис пастасын, тіптен кози сыр қосады. Құрманың өзі және шоколад тәп-тәтті болғандықтан салма ретінде тәтті емес ингредиент, яғни жаңғақ салған дұрыс деп ойлаймын. Осылай барлық құрмаларға салманы орналастырдық. Енді шоколад ерігенше құрмаларды тоңазытқышқа салып қойдым. Шоколадты микротолқынды пеште немесе осылай су моншасында ерітеміз. Шоколад өте ыстық температурада тез күйіп кетеді, сол себепті әрдайым араластырып отырып ерітеміз. Еріген шоколадқа 3 грамм иісі жоқ сұйық май қосамыз. Шамамен 1 ас қасық сұйық май қажет болады. Бір келкі масса болғанша силиконды күрекшенің көмегімен мұқият араластырамыз. Дәл осылай ақ шоколадты ерітіп, сұйық май қосып араластырып аламыз. Ең қызықты сәтке де келіп жеттік. Ағаш таяқшаның көмегімен тоңазытқыштан шыққан құрмаларымызды шоколадқа аунатып аламыз. Мен кез келген өңірден табылатын, кез келген дүкеннен табылатын Қазақстан шоколадын қолдандым. Ақ шоколад ретінде де қарапайым дүкеннен табылатын ақ пористый шоколад. Үй жағдайында жасасаңыз, әрине темперирование жасау қажет емес. Тапсырысқа жасасаңыз, нағыз бельгиялық шоколад қолданып, темперирование жасау міндетті. Шоколад қатып қалмай тұрған кезде оны әсемдеп үлгеруіміз керек. Менде аз ғана посыпка, жаңғақтар, кокос жоңғасы және тағы да басқа. Майда арахис дәндерін, асқабақ дәндерін қолдандым. Фисташка ұнын немесе фисташка дәндерін қолдансаңыз тіптен әдемі болады. Құрмаларды тоңазытқышқа жіберемін. Өте аз мөлшерде ақ шоколадты ыстық суға ертіп алдым. Бұл шоколадқа май қосылмаған, жай шоколадтың өзі. Кондитерлік қаптың ұшын кесіп, осындай өрнектер саламыз. Фантазияңызға ерік беріңіз, қалауыңызша әсемдеңіз. Құрманы ақ шоколадқа 2 рет аунатып алуға тура келді.
меджол құрмасын қолдану міндетті емес, қарапайым құрмаларды қолдансаңыз болады. Бастысы орташа тығыздықтағы құрма болуы керек, яғни тым жұмсақ, тым қатты емес. Нәтижесінде осындай әдемілік шықты, өте оңай дайындалады, дәмі керемет, дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңызды таң қалдырады. Каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз, видео ұнаса лайк басып, кез келген комментарий қалдырыңыз. Тіркелуді де ұмытпаңыз. Келе жатқан ораза айт мейрамы құтты болсын. Амандықта жүздескенше.